Сәлем, бүгін біз қоғамда кеңінен талқыланған «Игры в кальмары» телехикаясы туралы сөйлесеміз. Бұл сериал ресми түрде 17 жастан жоғары көрермендерге арналған. Бірақ қазір оны 7 мен 12 жастың арасындағы балалар да көріп жүр. YouTube, TikTok-тағы үзінділер, пародиялар мен ойындар арқылы. Бұл бізге бір ғана сұрақ емес, тұтас құбылысты көрсетеді. Балалар интернет пен экран арқылы не көріп жүр? Біз, ата-аналар мен мұғалімдер, соны қадағалап отырмыз ба? Қадағалап отыру мүмкін бе? Бүгінде балалар тек осы сериалды емес, күн сайын атыс шабыс, фантастика, моральдық күрес бар түрлі сериалдар мен ойындарды көріп жүр. Бұл қазіргі заманның бір шындығы. «Игры в кальмары» сериалын тартымды ететін сырттай балалар ойыны сияқты көрінуі. Ойындар, тәттілер, жарыстар. Бірақ ішінде әлеуметтік қысым, әділетсіздік, өмір мен өлім тақырыптары жатыр. Кейбір балалар бұл көріністерді шын өмірге көшіріп жүр. Мектепте қызыл жарық, жасыл жарық ойынын ойнап, жеңілгендерді жазалау сияқты әрекеттер көбейді. Қазақстанда ата-аналар балам агрессив болып кетті, қорқынышты түстер көріп жүр деп айтып жатыр. Мұғалімдер де дабыл қағуда. Кей мектептер сериал элементтеріне ұқсас ойындарға тыйым салды. Малайзияда да ұқсас жағдайлар тіркелді. Балалар сериалдан көрген ойындарды мектепте қайталап жүр. Мұғалімдер ата-аналарға балаларының телефон мен интернеттегі контентін бақылауға кеңес беріп жатыр. Ал Америкада кей бастауыш мектептер Хэллоуинде «Игры в кальмары» стиліндегі костюмдерге тыйым салды. Себебі мұғалімдер сериалдан кейін балалар арасында агрессив әрекеттер көбейгенін байқаған. Мамандар бұл сериалдың кішкентай балаларға арналмағанын айтады. Себебі мұндай мазмұн оларда мазасыздық, қорқыныш, ұйқының бұзылуы сияқты белгілерге әкелуі мүмкін. Балалар экрандағы зорлықты қалыпты нәрсе деп қабылдай бастайды. Бірақ бір сұрақ бар. Осындай сериалдан қандайда бір пайда болуы мүмкін бе? Кейбір сарапшылардың ойынша, егер баламен ашық сөйлесіп, не көргенін бірге талқыласақ, бұл баланың өмір туралы ойлануына себеп болуы мүмкін. Әділетсіздік, қоғамдағы қысым, кедейлік сияқты тақырыптарды бала ерте түсіне бастайды. Яғни бұл сериал қиын өмірдің бір көрінісі екенін көрсетеді. Бірақ ең бастысы сериалдың өзі емес, оны қалай қабылдағаны. Баланың жанында ата-анасы әлде мұғалімі болып түсіндірумен, пікірлесумен қарайтын болса, бұл тәжірибе теріс емес, пайдалы болуы да мүмкін. Сондықтан, егер балаңыз осындай контентке қызығып жүрсе, онымен ашық сөйлесіңіз. Не көріп жүргенін, не ойлағанын біліңіз. Бірге талқылаңыз. Телефон мен теледидардағы бағдарламаларды бірге қарап, лайықтысын таңдаңыз. Бүгінгі балалар ақпаратты оңай қабылдайды. Олар интернеттен, экраннан көргендерін тез сіңіреді. Сол себепті біздің міндет оларды дұрыс бағыттау. «Игры в кальмары» жай ғана сериал емес. Бұл қазіргі интернет дәуірінің символы. Ол бізге үлкен мәселені көрсетті. Балаларға арналмаған мазмұн оларға оңай жетіп жатыр. Сондықтан бұл тақырып ата-аналар мен мұғалімдер үшін маңызды әңгіме болуға тиіс.